Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен мистер Ерба, және бүгін біз түрік елінің танымал сорпасы жасымық сорпасын дайындайтын боламыз. Майы қызып тұрған табамызға бір бас пиязымызды 4-5 штап турап салып, жақсылап араластап 2-3 минуттай қуырып аламыз. Екі-үш минуттан соң қуырылып жатқан пиязымыздың үстіне 4-5 топ туралған сәбізімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Қуыру уақыты 2-3 минут. Қуырылған пиязымыз бен сәбізіміздің үстіне 2 бас қызанағымызды әрлеп турап, үстіне салып бірге қуырамыз. Бұл жерде томат пастасын қолдануға болады, бірақ мен томат пастасының орнына таза қызанақтарды пайдаландым. Біздің ингредиенттеріміз жақсылап қуырылып, қызанақтарымыз жұмсара бастады. Енді жақсылап қуырылған ингредиенттеріміздің үстіне алдын ала тазаланған жасымығымызды салып, тағы да 1-2 минуттай қуырып аламыз. Енді көлеміне қарай су құямыз. Мен бұл жерде 2 бақыраш су құйдым. Суымызды құйып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Енді қақпағын жауып, орташа отта 20-25 минутқа қайнауға қоямыз. Міне біздің сорпамыз қайнап, жасымықтарымыз дайын болды. Енді оны оттан түсіріп, 5 минуттай суытып, блендермен езе бастаймыз. 5 минут тұрып, кішкене суыған жасымық сорпамызда видеода көрсетілген блендермен жақсылап езгілеп, араластырып аламыз. Міне біз блендердің көмегімен жақсылап езгілеп, араластырып алдық. Енді сорпамызға жарты ас қасық ас тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді сорпамызға жарты шай қасық қызыл кептірілген бұрыштарымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін сорпамызды қайтадан орташа отқа қоямыз. Видеода көрсетілгендей сорпамыз қайнап, бетіне көпіршіктер пайда бола бастайды. Сіз ол көпіршіктен қорықпаңыздар, жақсылап сорпаға араластырсаңыздар болады. Бұл өзінің қайнау кезіндегі процесі болып саналады. Міне біздің сорпамыз қайнап дайын болды. Енді оны арнайы сорпа ыдыстарына құйып, үйдегілерге беруге болады. Сонымен қатар сорпамызда лимонмен қосып беруге болады. Бірақ кейбір адамдар лимонды жаратпайды, немесе асқазаны ауыратын болғандықтан пайдалана алмаса, сіз оны жай ғана сорпаның өзін беруіңізге болады. Егер видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.